Құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызға жұлдыздар өмірінен келесі бейнебаянды ұсынып отырмын. Асхат Тарғын ұйықтап жатып түс көріпті. Түсінде о дүниеге түсіпті. Алдынан хор қызындай бір әйел шығып, "Мені таныдың ба?" депті. "Жоқ, танымадым" депті Асхат. "Сені халыққа танымал қылған, тойлардан табыс тапқызған әндегі Мария Магдалена деген менмін. Мені қазақтар арасында насихаттағаның үшін сені жұмаққа апарамын" депті. Асхат қараса, жұмақтың есігінде крест, Иса пайғамбар мен христиан әулиелерінің бейнелері салынған екен. Асхат: "Жоқ, бармаймын, одан да қазақтың, мұсылманның тозағына барғаным жақсы" деп, қолын тартып алайын деп жұлқылап жатып оянып кетіпті. Содан бері бұл әнді былайша айтатын болды. Мария Магдалена, охо-хо, сен әнге салған едім, охо-хо, білместік болған еді, охо-хо, шатасып қалдым. Тойларға барған едім, охо-хо, ақшада алған едім, охо-хо, дүние жалған едің, охо-хо, қазағым бағым. Қазақта ән жоқ па, жоқ әлде сол ән шығаратын ақын композитор жоқ па білмедім. Соңғы жылдары өзбек пен қырғыз әндерін қазақшалап айту әдетке айналып кетті. Осы үрдістің бастауында болған алғашқы толқынның өкілдерінің бірі Ақылбек Жемини. Қызыл өрік, бішкекте мен сені көріп, дәмің балдай сүйіп қалдым, қаптап алдым екі бөліп. Қызыл өрік, ғашық болдым сені көріп, инстада суреттері жүрген кезім өріктері. Ерлан Рысқали үйінде ән айтқанда қабырғаға дейін селкілдеп көршілеріне маза кетеді екен. Бірде көршісі шыдай алмай полицияға шағымданып, Ерланды 15 күнге қамап тастапты. Сонда да Ерлан жасымастан абақтыда жатып, Мәдидің шықарасын айтып жатыр екен. Абақты қатар болады екен ішіне, жақсы жаман толады екен. Ішіне абақтының кіріп барсаң көңілің су сепкендей болады екен. Гикай гигай, гигай гигай гәуи. Жатырмын темір тордың ар жағында көршіміз, арыз жазып салғаны да. Мен енді арқам қызып шыдай алмай кетемін, шырқыратып ән салғанда гикай гигай, гигай гигай гәуи. Астанада болатын үлкен концертке қатысамын деп шыққан Ернар Айдардың әні. Алматыдан Нұр-Сұлтанға кеткен едім, ұшақпенен бұл жаққа жеткен едім. Аэропорттан аялдама алыс екен, соған біраз мен дағы өкпеледім. Аялдама, саған келе жатырмын баяу ғана, алып кетем деп еді Қайрат Нұртас. Қарайыншы көлік оның таяудама, әлде кете берейін бе жаяу ғана, аялдама. Құрметті көрермен, бейнебаян ұнаған болса лайк басыңыз, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.